Юмор байга телетаңлауына қош келіпсіздер дейміз. Енді қазір хамме асығыз, бір арқайман деп жүрген адам өзі шамалы 21-ші ғасыр тездік ғасыры. Соның үшін мен көп уақыттамастан юмор байгіні бастандырып, бүгінгі өнерлерін көрсететұғын, жастарды бақылайтұғын төрешілер құрамымен таныстырып өтсем. Бірнеше кинокомедиялар сценарий авторы, юмор сатира тарауындағы өткір қалам иесі, халық жазушысы Мұратбай Нызанов. Оның сөзі өз алдына юмор байғы, таныстырсам Қосымбетов Өмірбайда. Сахнада Өмірбек лаққы образын жаратқан ағамыз халық артисті Өмірбай Қосымбетов. Танка кинокомедиясында Шамрат Өтемұратовқа өз қолынан ауқат берген повар Ілхам Сайманов. Демек, юмор байғы бірінші айлау, екінші ойын. Енді бір күлген 40 мәйек жегенмен тең дейді. Демек, ақмайларды күйдіріп, табаларды тайырлай берсеңіз болады. Кеулерді қошлаймыз, юмор байгіні бастаймыз. Бірінші олып өз өнерлерін көрсетуге таяр тұрған Нөкіс қаласынан Хакім Ниязов Полат. Ассаламу алейкум, hürmetli қонақлар, hürmetli күлгі шықпазлары. Балалық уақытымда бір айтып кетіп кетейін. Мектепте оқу жүдә ұлы болған біздерді. Мектепке деген мұхаббатымыз қатты асқан. Себебі мектеп үйдің түбінде, ана үйдің түбінде тұрған мектепке 1 сағат бұрын барып тұратұғын. Білмеймін не істейтін бұл уақытта. Құрды өреңді айланы еп жүресің бұлай. Ешке кіргізбейтім сені. Анері важатила тұрып алған ұлыма. Соны айтып, айран қаламанда, ана мектептен сабақты оқымаған адамға екі ғана қос қатар жеткілікіледі ол. Аңқау сабағына жалқау болған. Соның өзінен қорққанына оқиды. Оны бір оқушы айтып қоймайды. Бүкіл мектебің класын айтады. Класынан естіп қалса, бүкіл мектебің айтады. Одан кейін үзіңнен жүре бер оны. 9 бітіргеннен кейін басқа жаққа тапсырып жүре берсең. Ауылдан Нөкіске келдік. Қазір жақсы көпір мияқтан салынды. Біздер мияқтағы көпірден келеді оны уақытта. Сөйтіп мияқтан келіп, мынадан келіп оқуға тапсырып, іспілермендіктімен сүйере үйрендім негіз. Ауылдан қатық сүт әкеп сататын болдым. Ап келіп, уақытта біздер қатық бар, сүт бар деген зат айтпаймыз. Мынандай ап қоямыз да, жерге қоясаң, анерден күртпан қызы емесі біреу келсе, теріс қарап тұрасаң бұлай. Мияқтан күртпанға таныс біреу келсе, бұлай қарай тұрып тұрасаң, бірақ өздері айтады, алатұған адамдар. Әй, қатық сүт бар ма? Бар деп тұрасаң. Қазіргі уақытта қатық сүт сататығылар, қатық бар, сүт бар деп өздері айтады. Біздердің уақытымызда айтпайды тұғын еді. Өздеріміз үндемей тұратын өздерге барып кетеді тұғын еді. Сол уақытта берген пұлларды есаплағанда алтынға жеткен ғой сол уақытта. Сол алтынға жеткен уақытында студентлік дәуір алтын дәуір деп содан алып кеткен. Студентлік дәуірімізді қадірлеп жүрейік. Сау болыңыз. Саламат боласыз. Полат Хакім Ниязов Нөкіс қаласынан еді. Рахмет дейміз. Давам етеміз. Ендігі қатынасушымыз Саламат Құрбанов Нөкіс қаласынан. Рахмет. Ассаламу алейкум, hürmetli юмор байғы қатынасушылары, һәм тағы басқалар. Енді юмор байғы дегенге бір мүшмішлер, бір мүшміш ярдым атсайды, бір ұмытып кетіп айтып жүрмін. Мүшмішлерге қарағанда ешкімге айтып жүрмін. Мақсат аға енді бетке айтылғанның айыбы жоқ дейді ғой. Айта бер. Енді мүшмішлерге қарағанда юмор байғы бастаушысы Мақсат Абжамелов аты бір түрлі болғасын, атын Өмірбек деп өзгертіп алыпты. Енді оның атасы бір түрлі емес, енді екі түрлі болды дейді. Енді біздердің атымыз немес, енді өзім таныстырып өтейін. Өзім атым мен Саламат, емес пен өзім Саламат, қолымнан келмейді ешбір карамат, таба алмайман мен көп дарамат. Мен Құрбан Саламат Жақсылекович 1983 жылы 26 февраль күні ата-анамның айыбыменен бұл дүнияға келгенмен өзім Шаңарақта екінші перзентпен, яғни анағырақ ұл перзентпен, сенбейсіз бе? Ұл перзентпен. Өзім Шаңарақлыман, Шаңарағым, онда үлкен емес, бір ұлым, бір қызым, бір қатыным бар Шаңарағымда. Енді перзентім Мерібек бақшаға барады. Қызым Айнура бірінші класста оқиды.
ұдай беске оқып келеді, жақсы қызым, бірақ ұдай беске алып келеді, Амише. Бір-екі күн үйде мен жоқ болып қалдым, үйде жылап келіп тұр бір кезде мамасына. Мамасы, не болып қалды деп қызынан сұраса, мама, кешегі сен шығарып берген Исаңға мұғалім неге қойып берді дейді. Кейін маған айтып берді, мен айттым, мамаңа шығарып не қыласың дедім. Мамасына айттым, екінші рет бірінші класстың сабақлықларына араласа берме дедім. Күшің жеткенде асыл дедім да. Жақсы деді ол. Одан кейін өзім тәліп беретін болды ендігі жағында да. Сол себептен пайдаланып телевидениеде сәлем жолдап қалайын. Себептен пайдаланып. Шанс. Бұлан бір шаныс. Ата-анама дегендей. Алыстағы ағайыннан жақындағы қоныс жақсы дейді ғой. Сол қоныстарға сәлем жолдаймын. Және сол жан енді созып отырып енді ажағам Ұлығыбек, інім Парағат. Сол кішем Алима, келім Эленора деп айтып отырмай-ақ қояйын. Оларды айтатын болсам, ол қарындасым Салтанат, Мехрибан, күйеу балаларым, Оңғар, Үмәмәдин, олардың айтуыма төре келіп қалады да. Соның үшін ешқайсысын айтпай қояйын. Ағайлардың бәріне бір сәлем деп қояйын да. Саламат Құрбан, Нүкіс қаласы. Демек, үшінші қатынасушы Шоманай қаласынан Адилов Байрамбай. Әуелен бар, ассаламу алейкум. Мен Адилов Байрамбай. Мен 1929 жыл Ибрахим аға Юсуповтың туылған жылын білемен. Мен оны мектеп дәуірімнен білемен. Мектеп демекші, мектепте көпшілігіңіз білетін шығарсыз, айырымларыңыз білмейтін шығарсыз. Себебі біздің мектепте оқымадыңыз ғой. Бір сұлу мощный қыз бар еді. Оқып жүріп, ұнататын ем да. Сөйтіп қайтарсын оғыздың үсті он болып қайтатын еді. Себебі оны лақтыратын ем да. Рас мен оғызды қатты жақсы көретін ем. Ұзақтан кетсе да қатты жақсы көретін ем. Себебі мен көзім жақсы көретін еді да. Соң кесірінен ең соңғы партада отыратын ем, класста. Бір күні отырсақ қызық болды. Алдымдағы партадағы тыныш отырмады. Ой, тыныш отыр дедім. Отырған жоқ. Келіп мұғалім бақырды. Сөйтіп тыныш жылады. Аты Тынышбек та содан кейін ғой. Сөйтіп мен тынышыма отырмай жаңа қызға хат жазатын болдым. Өзім жазайын десем, қолым сұлу емес та қолым. Нарын ерлер тілік. Содан кейін жаңа Мұхан деген жорам бар қасында. Соған жаз дедім. Сөйтіп Мұхан хатты алып жазды. Күзді, қысты жақсы көреді да ол Мұхан деген жора біздің. Сөйтіп жазып о хатты өзің бересің дедім. Мен өзім беруге қысылдым. Сөйтіп мен ұялғанымнан 3 күн мектептен қалдым. Сөйтіп жаңа алған үйімізді жудық, той бердік. 3 күн жай той бердік та, жаңа ұялғанымнан дедім ғой. Ертесіне сұлу мощный киімдерді киіп бардым. Партада отырсам жаңа қыз маған еш қарамайды, бәрі бермейді. Мынау қатты оқыған бекен, оқымап бекен десем, арасында да ол қатты оқымапты. Себебі жаңа Мұхан қатты бермепті. Неге екен десем, ол жақсы көреткен да бейшара. Қорқып отырып жазған екен да менен. Мен 3 күн оқудан қалғаным ешкеп, ол 9 жыл мектепке келмеді. Қорыққанымнан. Сол екен әйтеуір мектепті бітірдік. Міне, содан бері еле алып жүріппен мынауымды. Сол екен мектепті бітірдік. Қарап тұрсам, одан басқа бір жұмыс бітірмеппен. Әйтеуір осы мына юмор бәйгеде бір жұмыс бітірейін деп келіп тұрғаным. Осы менің қысқа хәзілім. Жазға, күзге болса да шақыра берін, келе беремін мен. Адилов Байрамбай, Шоманай районынан. Енді Қараөзек районынан Сапаров Мұрат Нияз дегеніміз өзінің өнерін көрсетуге таятыпты. Ассаламу алейкум төре шағзалары, юмор байғы қатынасушылары, әмде әзиз тамаша көйлер. Енді өзімді таныстыратығым болсам, мен Қарақалпақстанның Қараөзек районының қап-қара баласы Сапаров Мұрат Нияз боламын. Енді мен Нүкіске келуім аңсат болған жоқ. Әбеттен кейін автобусқа қарай міндім, автобустан келатырсам енді арт бітті отырып келатырмын. Енді бір аға қолайсыз сөйлетті. Телефонда сөйлесіп келатыр. Алы! 3 миллион! Бер жібер сол 3 миллионды, не керегі бар? Жақында көбілді саттым қошым.
O'rnina Gentra olyapman, Gentra. Ana Gentra. Aslında Gentrang bar ekan, Kobaltning bar ekan, 3 million so'm aqshang bar ekan, ne yursa avtobusga mina bag'i. Men tushunmadim-da. So 2 millionni men so'g'an berdim al, kechdim so qarzingdan. Daradang deb birden vizib kelib qoldi. Hav. Nuqsga kelum ansat bo'lgan yo'q azizlar, endi bir qo'sha baliqlashib bersangiz. Rahmat, salomat bo'lasiz. Safar Muratniyaz Qarao'zak rayonidan. Endi o'zining o'nerimen tayyorlanib turgan Shimbay rayonidan Imombayev Asqar. Assalomu alaykum. Bugungi Yumurbek bayga qatnashchilari hamda jюрилери. Men tuğlu tarixim ulma qiziq bo'lmagan. Sebebi semyada 8-yil prezidentmenda men. So'ng shunda qiziq bo'lmagan. Endi bir nechisa da Shimbaydan chiqadi deganga kishimiz salmodan kirakayli chiqdi. Endi sizlar o'ylab qolmang, qadim kinolarda ko'rib yurgan kirakayli deb. Rimen ekan o'g'il, sari kirakayli. Endi Shimbaydan ko'p narsalar chiqyapti. Masalan, bir bolalarni o'ksiga boshqa chiqarib yuryapti. Bolalar avulga qaytib borib, to'ylarda to'bilishar, qo'llarini chiqarib yuryapti-da. Endi bizda qaralmoqlar qanday sadaqa qilibmiz-da? Uni o'zimizdan bilmaymiz. Masalan, adamda yiq quloq bo'ladi, qo'ng'iloq, shiq quloq. So'ng qaysisini shing'ildab atgan bilmaysiz-da? Qaysini istab atganingizdan emas. Qaysigan shing'ildab? So'ng qaysi istab atganingizdan so'raysiz-da? Endi mendan da ko'p so'rab turadi. Mendan so'ragan odam bir ko'ylin qoldirmoq uchun bir qo'ng'ilog'ing deyman-da. Oh deb qo'yadi. Men bir maqtavadir deydi. O'zining qaysi quloqni shing'ildagini bilmaydi, biroq birovni maqtab atgan biladi-da so'da. O'zi qaysidan? Endi men shiq quloqim arasida shing'ildab turadi. Arasini aytayın, endi arasida emas, postoyan shing'ildab turadi-da. So o'ylab qo'yaman, kimning ko'ylini tiydimi ekan-ay? Kenjeyimdan boshqa kimni xafa qildim ekan-ay deb o'ylab qo'yaman-da. Сөйтіп мен юмор байыға қатынасудан мақсатым, сол бәріне нормально өтіп кетсе, жұмыстарым алда жүрісіп кетсе, сол бір оң шеп құлағымда шыңылды, оң құлағыма өтемекен деген ойменен келем ғой. Сондай ойменен келем. Xo'jayli rayonidan Jumamuratova Nargiza. Assalomu alaykum aziz vatandoshlarim, qandoshlarim, qoshlari bir chiziq bo'lib chizilgan qalam qoshlarim. Salom she'rini men tuzatishlar kiritdim. Salomda ko'p yolg'on ishlatilgan ekan. Diqqat bilan tinglar. Tuzatishlar kiritilgan she'rlarim. Assalom deganda ochilmaydi gul. Assalom deganda hech qachon sayramaydi bulbul. Assalom deganda yayraydi ko'ngil. Assalomu alaykum. Men Nargiza Jumamuratova 1985-yili Amudaryo tumanida tavallud topdim. Hozirda Xo'jayli shahrida yashayapman. 2005-yili Xo'jayli shahriga turmushga chiqdim. Bir-biridan shirin 2 ta farzandim bor. Bitta o'g'il, bitta qiz. O'zim haqimda she'r. So'zimga quloq soling. Meni davraga oling. Nargiz gulman iboli, sariq gulim chiroyli. O'zim hammadan ham ziyoda tug'ilganman go'zal Amudaryoda. Sariq momiq bo'lib ochildim. Quyoshdayin har tomonga sochildim. Qoloqmon toshsan deya meni Xo'jayliga otishdi. Ro'p borasa 1 million so'mga sotishdi. Xo'jaylida ildiz otib barg yoydim. Meva tugib shu zaminga mehr qo'ydim. Vatan tuyg'usini men yurakdan tuydim. Amu daryomni, Xo'jaylimni birdayin suydim. Hozir Xo'jaylida ilm durlarini telayapman. Maktabda bolalarga bilim berayapman. Hamma o'zini maqtayapti, talantlarini ko'rsatyapti. Endi menda aytaversam talant ko'p. Qo'shiqchi, ashulachi, sportchi, yozuvchi har tomonlama chaqqon qizinglarman. Endi bu qahramoni Hajbiyev hikoya yozgandim. Bu qahramonlar hikoyamning Ilhom Saymanov bilan Yumurbek bo'ladi. Ruxsatinglar bilan o'qib beraman. Yumurbek bir kuni hazil qilish uchun Amerika shahriga bordi. Yumurbekning hazilni tushunmagan amerikaliklar uni qamoqxonaga tashlashibdi. Yumurbek qamoqxonada bitta o'zi emas, bitta qora tanli odam bilan ekan. Qora tanli Yumurbekka aytdi: "Meni rangimga qara" debdi. Qaradim, nima debdi? "Bu yerning san" debdi. "Qay darajada ahvol yomon, og'ir ekanini bilasanmi" debdi. "Nima qilibdi? Men Qoraqalpoqning Yumurbegiman. Hazil xandon qilib chiqib ketaman bu turmadan bir amallab" debdi. "Meni aftimga qara" debdi. "Qaradim" debdi. "Yaxshilab qara Yumurbek" debdi. "Qaradim" debdi. "Men bu turmaga kelishdan oldin sendek oq tanli edim" degan ekan.
Mani tanimadingmi debdi. Yo'q debdi. Do'mboqqina, chiroylikkina yigitni eslar yoningda hazil aytib yurgan debdi. Islomayapsanmi desa, yo'q debdi. Men sendan 20 yil oldin Amerikaga hazil konserti berish uchun kelgan Ilhom Saymanovman degan ekan. Mishmishlar, hozir g'iybat qilish moda turgan. Ayniqsa biz ayollarda, dugonalarimiz, hammamiz, ba'zilarimiz bu bizning qonimizda bor. Buni yo'qotib bo'lmaydi. Nima qilsalaring ham. Mishmish yerim. El og'zida rosa mishmish. Bugun Yumirbek jangi bo'larmish. Nargizaxon o'z nomzodini qo'yarmish. G'olib chiqsa, jurilar oyog'i toyga ikkita ho'kiz so'yarmish. Buning bari mishmish. Xotining boshliq bo'lsa, shu yerimni o'qib beraman, keyin yakunlarman. Ro'zg'orda bor baraka, molxona to'la taka. Hayot mazzada aka, xotining boshliq bo'lsa, bo'lmaydi hech tashvishing. Yurishar hamma ishing, imorat tikla, tekinga tushar g'ishing. Xotining boshliq bo'lsa, doim labda tabassum, qovoq uyish yo'q bir zum. Sovg'alar uyim, xotining boshliq bo'lsa. Odamning qoraligi oftobdan emas. Murodbay Nizanov, Ilhom Saymanov, Umirbek aka, ayollarga uch qo'yish odobdan emas deya yakunladim. Hazilkeshlarimizga qo'yilgan ballar. Birinchi bo'lib o'z o'rnini ko'rsatgan Hakim Niyazov Po'lat. 4-3. Ikkinchi o'z o'rnini ko'rsatgan Qurbanov Salomat. 5-4. Shumanaradan Adilov Bayrambay. 5. Qarao'zekli Saparov Muratniyaz. 4. Shimbayli Imombayev Asqar. 5. Hamda Xo'jayldan Nargiza Jumamuratova. 5-4. Davom etamiz. Endi ikkinchi shartning ati deb ataladi. Shartimizning ati. Demak, bu shartda erkin temada, erkin janrda kuldiru kerak. Qoidasi bir, Yumurbayning tek bir qoidasi bor, bo'ldi bo'lsa kuldiru kerak degan. Demak, ikkinchi shart bo'yicha Hakim Niyazov Po'lat Nukus qalasidan. Meni айтайын деп отырғаным, ауыл менен қаланың арасындағы адамдардың парқы. Қай жерден сен деп сұрасаң, мен 23-тенмен, немесе 25-тенмен, немесе мен 23-мен десе, мен хайран қаламын сол. Нүкісті ешкім жасамаған ба деймін да. Кімнен сұрасам сондай қылып айтады да. Мен негізі Нүкісте тұрмағанмын. Бұрын Шоманайда тұрғанмын. Ямаса мен Қаликөлде тұрғанмын. Ямаса мен Шымбайда тұрғанмын деп айтады. Одан кейін мен және бір айтайын дегенім, микрорайонда жасағансын, көбірек подъезде жасаушылар бір-бірін қоңсыларын еш танымайды екен. Қарама-қарсы қоңсысын танымайды да. Қайран қаласаң, ана жерде тұрған қоңсының ауылдың адамы қоңсысын жақсы біледі да. А біз жерде тиіп тұрған мынандай подъезд қарама-қарсы қоңсымыз неге білмейміз деймін да оны. Одан кейін біздерде және өзімізге қатты үсену кемейіп баратыр одан кейін. Есікті ілесең, есіктің ішінде темір есіктің ар жағында ағаш есік. Соншелік дәрежеде өздерімізге замокты көбірек ілдіртіп алғанбыз да. Одан кейін ауылда той беріледі, я? Ауылда той берсе, бүкіл адамның, ана ауылдың адамдарына айт, 7-ші ауылға айт, мияқта адай ауылам қап қоймасын, бәріне айт дейді да. Ал енді біздерге керек. Біздерде той беріледі. Біздер ойлаймыз да, 23-те той беріп жатсаң, неге алдында домға айтпайсың деймін да. Олар қарап тұрады, мынандай балконнан қарап тұрады. Мына домда тойып жатыр, нағыр тойып жатыр дейді. Неге біздер сондай ақтап айтпаймыз деймін да. Ауылда болайық, қалада болайық, еш уақытта өзгермейді ағайын. Рахмет. Po'lat Hakim Niyazov Nukus қаласынан енді өзінің өнерін көрсету үшін Nukus қаласынан және де Саламат Құрбанов ортаға шақырамыз. Саламат Құрбанов, Nukus қаласы. Енді бір әзіл айтып беруіміз керек. Әзілі тоқтырамын, барлық сөздер енді бірдей әріптен басылады. Сол үшін ана айтпай, яқшы бұны айтып бере қойын да. Бүгін
байрам, бәйгі байрамы. Біріншіден байрамларыңызбенен. Байрамларда білесіздер, байрамлардың біразлары білесіздер, бәрде болады. Бәрде басы-бас байрам болады. Байрамларда бақсылар болады. Бақсыларсыз байрам байрамдай болмайды. Бақсылардың біразларына бұйыртпалар болады, біразларына болмайды. Бәріне бола бермейді, бұйырғанда болады. Бірақ бәрібір бақсыларсыз байрам байрамдай болмайды. Бақсыларда біз білеміз, бабамыз Бердақ бақсы, Бибігүл бақсы, Бердақ бақсы бәріңіз бұрыннан білесіздер. Бірақ Бибігүл бақсыны бірде біріңіз білмейсіз. Бұл Бибігүл бақсы Бозатаудағы біздің балдыз. Білесіздер? Біздің Бибігүл балдызын білесіздер ме? Бір байы 5 баласы бар. Бұлардың бағы бар. Бір талай бұзау баспақ бұғалар бар. Бағында бүлбілер бар. Бибігүлдің байы Базарбай. Базарбай бұл біздің балдыздың байы болғасын, Базарбай бізге бажа болады ғой. Базарбай бажа базарда бизнесмен болғасын ба, былтыр Бибігүлге бриллиант білезік береді байрамда. Бизнесмен болғасын береді ғой. Білесілер, бизнесменлер бай болады ғой. Бизнесмен болса болсын, банкрот болмаса болды. Болмаса банкрот болса 5 баланы баға алмайды ғой. Бибігүл болса бақсы. Бірақ бұрын Бибігүл Бозатаудағы банкалардың бірінде басып бухгалтер болған. Бибігүл былайынша банкіде басып біледі. Бұл былтыр банкілердің бәрін бақлажан баса берген. Бізде барсақ бәрі бізге бақлажан бере береді. Бақлажаннан безар болдым, балсыздықны бармайды болдым ғой. Бұлардың 5 баласы бар, білесіздер, 5 баланы баққан бейішке барады. Біріншісі Боранбай. Боранбай бұл балықшы болады, балыққа барады. Балыққа барса бір батпаққа батады. Батинге асы, балағылар, білеклер, батпақ болады. Батинкасының бауы бар ма? Байланбайдам. Балықшы болса болсын, бет алып болмаса болды. Бұдан басқа баласы бар, Бауыржан. Бауыржан бұл боксшы бала, батыр бала. Боксшы болғанда да біріншіліктегі барған, Бұқараға бар, бірінші болған, Бельгияға бар, 5-ші болған. Бұның 5 бронзасы бар, бір талай бел баулары бар. Болмаса бармайды ғой, бокске. Бәле бар ма боксте? Рахмет. Бұдан бас. Бұдан басқа балалар бар, Байжан, Бекжан. Бұл бірақ бокске бейпаруа балалар. 5 бармақ бірдей болмайды ғой. Білесіздер, бокске бейпаруа болса да бұлар білімдан балалар. Білімдан болғанда біреу биологиядан біледі, біреу ботаникадан біледі. Білгенде де 5-ке біледі. Бұлардың бағалары 5. Білімдан балалардың бағалары бәрі 5 болады ғой. 5-ші Бибиназ. Бибиназ бұл бақшаға барады. Бақшаға барса да бәрін біледі. Бөлуді біледі, бөлшекті біледі. Болмаса бөлу, бөлшек бәрі бірдей ғой. Бөлуді білгенде 5-ке 5-ті бөлсек бір болады ғой. 1-ге 1-ді бөлсек бұл да бір болады. Бұлардың бәрін Бибиназ біледі. Болмаса бөлуді біразланыс біле бермейміз. Бибиназ бақшаға барса бәрі басын бақылатып барады. Басына бантик байлап барады. Басын бақылатып барса, басына бантик байлап барса, басында бит болмайды. Болмаса басында бит болса, бақшадағылар бақырады ғой. Бұл балалар бесеуде бәле балалар. Білмеймен бәрі-бәріне бауырман. Басқалардың балаларындай бағанзыға, бильярдқа, бұлар болмас бәзімлерге бара бермейді ғой. Бағанзыларға бағымдик балалар барады ғой. Болатын балалар да білесіз, болатын балалар бастан белгілі ғой. Білемін, бәріңіздің балаларыңыз бар, бойдақлардан басқа. Бойдақлардың амбасында бар, бойдақлар бара-бара безар боласылар. Бойдақлықтан безар боласыз. Балалы болсаңыз, баладан безар боласылар. Бұны балалы болғанлар біледі. Біз де білеміз, біздікі бұлтыр босанған бөпеміз бар, бір бөпеміз бар. Біздікі біреуден бір болады. Бесе болса бәрін баға алмайман ғой. Бәріміздің балаларымыз Беруней бабамыздай, Бердақ бабамыздай белгілі болсын. Балаларымыз Баудин Баймұрзаевтай болсын, Батакөз Баятановадай болсын, Богдан Бабаниязовтай болсын. Бірақ бір басылаушылар бар, Бекзат, Бексұлтанлардай бір жылдақ болмасын балаларыңыз. Балаларымыз біздерден де бақытлырақ болсын. Биыл Биғарез бостанымыздың бейбақа байлықларының бірі болған бидайымыз берекетлі бола берсін. Білемен, бейбіл болмайды ғой, бірақ берекетлі бола берсін. Барсақ байрамларға бара берейік. Тықытлаң үшін рахмет. Давам етеміз, енді өзінің өнерменен Шоманай районынан Адилов Байрамбайды ортаға шақырамыз. Мен бұл жерге келгенде нөгіс туралы айтқым келеді да. Нөгістің адамларына көзім қызады. Олар нөгіске келмейді да себебі.
Мен нөгіске келген кезімде автобустан түстім ғой енді ауылдан. Ешқайсы маған ітібар бермейді. Мына ауылдың баласы, қаяқтың баласы деп, ауылдың баласы не қылып жүріпті деп ешқайсы маған ітібар бермейді да. Егер біздің ауылға қаладан бір бала келсін, әмме хайран. Мына бала кім о? Мына бейтаныс бала кім о деп әмме хайран қалады да жаңаққа не. Енді ол ешкап қыдырып келмей ме бір үйге? Қыдырып келген үйінің алдына деп шығып тұрса, көшен қызларын айтпайсам ба? Шошаңлап былай өтеді. Былай өтеді. Кранға қатынайды. Қолында 2 шелегі бар, 15-15-тен не? Үйіндегі башоғы 200 литр. Ал бірақ кранға 30 мәрте барады. Есаплап қарасам 900 литр болады екен да, сонда 700 литр қаға кетіп жатыр деймін да мен. 700 литр қайқа кетіп жатыр деп ойландым. Сөйтіп ізін тексерсем, атыздың бір шетіне төгіп жіберіп қайттан деп шошаңлап көріну үшін өтіп жүрген екен да. Сөйтіп мен жаңа балаға қарап тұрып ойландым. Мен туылған күнімде нөкісте беремін дедім. Сөйтіп нөкісте бердім. Сөйтіп ауылдың балаларымыз ғой енді есат көрмедік, кафеге келдік. Келсек, кафе есігі ашылды. Бастан ашылады екен ғой өзі деп. Кірсек, әмме бірдей формада, мынандай затлар тағып алған, мәйшікісі бар. Қолында бір документін ұстап алған ба, бастық ба деп ойладық енді олар. Бір бастық куртой біреулер шығар деп ойладық. Енді отырмыз, отырсам жаңағы бастыққа ұқсайтын маған туырлап келатыр. Бісміллә, мынау затқа жатқан екен деп отырсам қасыма келді. Жаңа документпе бір затын ұстатты маған. Бұны не қыламын дедім. Қорқтым, анандай бір жерлеріне қол қойдырып, тығып жүретін жағдайда. Сөйтіп, қорқып ішін ашсам, палау, тауық, солардың суреті бар. Деп ойландым. Бұл негізі үй беттегі Сашконың бір әшкісі екен. Жаңағы не? Жұмыс істеп жүрген екен да. Сөйтіп, жаңа Сашко туралы айтып берейін сіздерге. Сашко бір күні 2 әйелге үйленді. Сашко 2 әйелге үйленген қалай болады екен деп сұрадым. Ой, зор, ана қатынға барасаң деп, аш болдым десе, мына ауқатлар деп тайлап береді дейді. Ана қатынға барасаң дейді, деп мына зор ауқатлар пісіріп береді дейді да. Сөйтіп менің көзім қызды. 2 әйелге үйлендім менің бір күні. Ана қатыныма бардым деп. Жоқ бала, ана қатынға бар, ана қатын пісіріп береді деді. Деп қайттым сен. Ана қатыныма барсам, анамам сол кеп. Жоқ бала, ана қатынға бар, ана қатын пісіріп береді дейді. Сөйтіп мен далада қалдым, 2 ортада. Түнгі сағат 12 көшеде отырман деп остановкада. Қасында біреу жатыр. Кімсің десем, жаңағы Сашко. Не қылып жатсаң, 2 қатынға үйленген келіспейді екен ғой десем, жора далада жатқан кезде біреу керек еді, қасыма қорқатын деп айтады. Сол екен, сондай болды. Негізі бұл өмірде әмме нәрсе жұбымен болған жақсы. Мысалға мен жұп кәсіп иесімен. Осындай сахнада әзіл айтсам, өткен жылы қонақларым зерекілерде чемпион болдым. Күрестен чемпион болдым. Күрес болғанда мынандай лақтырып атқан күрес емес. Камалат ағзасымен мен наркоманияға күрес, ерте тұрмыс құруға күрес, сондайлардан күрес болдым. Чемпион болдым мен. Рахмет. Шоманайлы Адилов Байрамбай еді. Енді Қараөзек районынан Сапаров Мұратниязды ортаға шақырамыз. Сапаров Мұратнияз. Қараөзек район. Бір күні Даникпенен бір табақлас болып қалдық, отырып қалдық. Даник айтып жатыр, сенің даусың жақсы екен ай бала дейді. Сол дауысты қалай ашсақ болады деп мені мәслихат сұрап жатыр да Даник енді. Өзіне жақынап жатыр да енді мені. Жорасындай сөйлесіп жатыр. Ойланып тұрып, Даник дедім. Сен дедім, ауылға барып мал бақ дедім. Ауылға барып мал баққанда да дедім, оң жағың пақтатыз, шеп жағың бидайатыз, артың салатыз, алдың және бидайатыз болсын дедім. Ортасы пустаятыз болсын дедім. Ес-сәт жоқ, шөп өспеген болсын дедім. Маллар анаяққа орады, мынаяққа орады. Сен алақашар қайт, қарақашар қайт деп даусың азалы кеш бақырып жүргеннен кейін ашылады дедім. Сонда мына Мақсет Өтемұратовларың ауылда мал баққан ба сонда деді. Мақсет Өтемұратов өзіміздің ауылдың баласы ғой ол дедім. Ауылда мал баққанда деген ол жақсылап баққан. Мақсет Өтемұратов негіз кім болған білесен бе дедім. Яқ деді. Мақсет Өтемұратов палуан болған дедім. Ал маллардың шақсынан ұстап алып бір жерге қадап жіберіп, суырып алып бір қайт жоқ бол бар дейтін болған. Сонда Байрам Пердебаев Сауынбайда тұрады ғой. Қалай ауылда олан мал баққан ба сонда деп маған сұрап берді. Мен ойланып тұрып, Байрам Пердебаев кішкентай уақытында футбол ойнаған дедім. Футбол ойнағанда да дедім, жақсы ойнамаған енді. Хүжімші болғанда алдыға айдап барды қонақта. Маған пас бер, пас маған, пас деп бақыра беріп дауыс ашылып кеткен дедім. Енді ұсынымен не қылай жақпан, халқым менен мақтанаман,
дейтін қосықшыларымыз алдымызда аман болсын әзіздер. Шымбайлы Асқар Иманбаевты ортаға шақырамыз. Енді біраз мәслихатлер бар. Жасы 30-дан өткен бойдақларға мәслихат. Егер балалар ертеде ежесін десеңіз, баласы барына үйленің. Шоферларымыздың алдында радар бар деп айтып кететін әдетін қойдырудың бір жолы, жолдар шеттеріне 15 метрден радар қойып шығу керек. Біз де алдын қонсынадық, ауырмаса ар жағында қонсынадық. 25-ші ғасыр қосықшыларына әсер екен. Ода адамлар музыкамен сөйлеседі екен, ал гүңгелеклерге фонограммадан пайдалануға рұқсат беріледі. Жақсы қоңсын сатып ал, жаман қоңсын президентке беріп жібер. Екі қолыңменен беріп, екі аяғыңмен барып аласың, егер ашуланып барып ұрсаң, точно қамаласың. Кілем сатсаң, қоңсына сат, қыдыртпағанды көрсетіп тұрасың, егер қоңсың үйіне кіргізсе. Шоферларымыз радар себеплі гүңгелекше сөйлеп үйреніп жатыр. Бұлай деп кетеді, білетін шығарсыздар. Біліп қойған жақсы, бірақ көріп қойған айтып қойған жаман ұқсайды. Жау жағадан алса, ит прям кетектен алады деген барады. Егер машының азында қотланбай қалатын әдет шығарса, кеште өшірмей жат. Бұрынлары жақсы қосықлар тауып айту проблема болғанда, ал аз жақсы қосықлар тауып тыңлау проблема болып барады. Екі мен басын сұлаған суға кетіп өледі деген, ал екі әйелдің басын сұлаған суға кетіп өлгісі келеді деген. Деп естім енді Құдай сақлағай, бірақ суға кетіп өлуден да. Срочно екі ада жай сатылады, бағасы 1 миллион, кілтін қоңсынан аласыз. Әйел адам бұл дүнияда салмағы жеңіл болғанмен, о дүнияда күнәсі ауыр болатын сайды. Адамдар жасау үшін күрессе, палуандар күресу үшін жасайды енді. Шотқа қалай отырарын білмей жүрген ағайлерге мәслихат, егер жаздың күні болса көйлек, қыстың күні болса күртка киіп барып отырасыз. Біздер айрым жораларымызды қыздай десек, қыздар айрым достарын еркектей дейді деген. Қара қандай қопал. Иманбаев Асқар, Шымбай районынан, рахмет. Давам етеміз, енді 6-шы қатынасушымыз Қожелден Жұмамұратова Наргиза. Hurmatli erkaklar, diqqat qilinglar. Hurmatli deyapman. Agar qarsakchi olmasanglar, hurmatli so'zni qaytib olaman. Men hozir sizlarga ayollar nomidan gapirmoqchiman. Ayollarning ushalmayotgan orzusini aytib bermoqchiman. Mana shu televideniyaga fursatdan foydalanib, har doim meni bunaqa qilib tushiravermaysizlar sababi. Ayollarning ichidagi dardni men aytmasam kim aytadi? Ayollarning ushalmas orzusi nomli hajviy she'rim. Erta tongda ko'chalarni supursaydi, suvlar sepib chinnidek qilib qo'ysaydi, nonushtangiz tayyor xonim deya jilmaysaydi. Qani endi begim shunday bo'lsaydi. Bolalarni yuvintirib cho'miltirsaydi, shirin toylarim deya har kun suysaydi. Allalar aytib o'zi uxlatib qo'ysaydi. Qani endi begim shunday bo'lsaydi. Aytganlarim bariga xo'p deya ko'nsaydi. Eng so'nggi modadagi ko'ylakni ziqnalik qilmay olib bersaydi. Yo'q demasdan men uchun yo'qni ham yo'nsaydi. Qani endi beglarimiz shunday bo'lsaydi. Endi qarab tursam hammasi yosh studentlar ekan, bo'ydoqlarga atalgan she'rim. Maslahat bu, tekinga beryapman, olinglar. Tekin maslahat bo'ydoqlarga. She'rimning nomi. Hali uylanmadingmi? Demak, chopda olmading. Yaxshiyamki bo'yningga ro'zg'or yukini olmading. Demagin qizni undoq, bundoq bo'lsa ham oyog'i cho'loq. Otasi puldormi? Demak, kelajaging porloq. Mayli indama, ko'zi bo'lsa bo'lsin g'ilayroq. Otasining puli undan rosa muhimroq. Molu dunyosini tekshir, shoshilma biroq, otasi bo'la olsin senga sehrli shamchiroq. Asosiysi issiq uydan chiqmasdan qishlaysan, ishonaver, ishlamay yotib olib tishlaysan. Ro'zg'orni g'or demasdan mazza qilib yashaysan. Gaplarimga kirgin sen, aqlliga o'xshaysan. Erkaklar quvonchi, endi erkaklar hayron bo'layotgandir, nima ekan quvonchimiz deya. Hajviy hikoyam. Hurmatli erkaklar, sizlar doim biz ayollarni ustimizdan kulishni yaxshi ko'rasizlar. Sochi uzun, aqli kalta.
Bu nima? Sog' bo'ling, rost ekanini ma'qulladilar. Yana bitta ayolning makri 40 tuyaga yuk emish. O'zlaring 3 kun uyga kelmasanglar, makrlaring hayronman necha tuyaga yuk bo'larkin. Xullas, men sudya Nargiza Jumamuratova, shu sizlar yomonlagan ayollar jamiyatining bitta vakili, shuni e'lon qilaman. Qaror. Bugundan boshlab barcha ayollar odam zoti qadami yetmagan sayyoraga otlanamiz. Eshitdinglar? Erkak jinsiga mansub bo'lgan har qanday shaxsni olib ketish qat'iyan man qilinadi. Bu qarorni erlardan so'kis eshitaverib bezor bo'lgan hamma ayollar tasdiqlashdi. Qaror qabul qilindi. Alvido erkaklar zoti deya bizlar bugun yo'lga otlanmoqchimiz. Ayollarsiz erkaklarning endi birinchi kuni. Ey jo'ralar, xotinlarsiz yashash qanday mazza-ya? Ha, endi xohlaganimizcha ichamiz, ko'cha kezamiz, ure. Qani oldik, qitay olaylik. Quy, to'ldirib qo'y, xotin yo'q-ku baribir. Xotinlarsiz yashash jannat. Nimasini aytasan do'stim? Quloqlarimizning tinchib qolganini aytmaysanmi? Asosiysi o'g'illarimiz ham biz bilan qoldi, ana. O'g'illarimiz uchunchalik yonimizdagi. Oldik. Shunday qilib jo'ralar 1 kun ichdi, 2 kun ichdi, 3 kun ichdi, bore 4 kun ichdinglar. Qo'y deydigan odam yo'q, oxir ichish ham jonga tegdi. Endi uyning ahvolini-ku aytmasa ham bo'ladi. Hamma yoq alg'ov-dalg'ov, xuddi 2-jahon urushi hozirgina tamom bo'lgandek. Qayerga qarama echkidek soqol qo'ygan erkaklar soqol shetga keladi. Olinmagan sababi xotin yo'q, kimga yaxshi ko'rinadilar? Xotin bo'lmasa erkakka yaxshi ko'rinmaydi hayotda. Qayoqqa borsa bir xil bashara, hammasi erkak bir xil. Bu ham jonga tekkan. Hatto ba'zilari soqolni ermay qilib qizlarning sochiga o'xshatib o'ribapti, qizlarni sog'inganda. Soqollar soch bo'lib o'rilgan 6 ta erkak. Aroq ichish, qimor o'ynash, hammasi joniga tegibdi. Nima qilishini bilmay boshlari garang. Biri aroqning bo'sh shishasini mahkam quchoqlagan, biri esa daraxtni quchoqlab ag'anab yotibdi. Ana xotinlarsiz ahvol. Shunda bitta oralardan mardi chiqib shunday debdi: "Hurmatli erkaklar, ortiq bunday yashab bo'lmaydi. Yo'qsa erkak zotiga qirin keladi. Yuringlar, ayollarimizni orqaga qaytaraylik. Yo'qsa bu yurtishimizda hammamiz qirilib ketamiz. Na odamga o'xshab yeb icha olamiz, na o'tirib tura olamiz, na kiyina olamiz va na tunlari uxlay olamiz." Ana ahvol ayollar, hamma yeri ko'kargan, shilingan, sababi bir-birini so'kishini ko'tarmaydi erkak kishi hech qachon. Ayol ko'taradi hamma narsani. Qolganlar ham uning ma'qullashibdi, hamda ayollarni orqaga qaytarishibdi. Ayollarni ko'rgan erkaklar bora-boriga shodon qichqirib yubordi. O ayollar, bu dunyoda boringizga shukr deya. Shunday qilib erkaklarning quvonchi to tang qadar davom qilibdi. Qatnashuvchilarda sahnaga chaqiramiz. Hakimniyazov Po'lat, Qurbonov Salomat, Adilov Bayrombay, Saparov Muratniyaz hamda Imombayev Asqar. Mikrofonda ber qo'y. To'rashlar Qur'onning 2-shart bo'yicha qo'ygan bolalar bilan tanishib o'tamiz. Birinchi o'yinni ko'rsatgan Hakimniyazov Po'lat. 3-4-4. Ikkinchi o'yinni ko'rsatgan Qurbonov Salomat. 1-5. Uchinchi Adilov Bayrombay Shomonaylar. 4-4-4. Qarovzakdan Saparov Muratniyaz. 3-4-4. Shimbayla Imombayev Asqar. 4-4-4. Hamda Xo'jayilchi Jumamurat va Nargiza. 4-4-4. Bu yili hammasi emas, bu yili masala yili aldımızda 3 oyun var. So 3 oyunun qatnashuvchilarına salыстырганда ең жоғары топлағанlar ендігі айлауға өтетін болады. Демек, ұсыным менен Юморбайга бірінші айлау, екінші ойын өз жұмағына жетті. Және де Юморбайгіде көріскенше, хош, сау, саламат болың. Рахмет.